Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Мен Ақтөбе қаласында орналасқан Табын Бөкенбай батырдың ескерткішінде тұрмын. Достар, 1710 жылы қазақтың даласында Қарақұмда үлкен кәдімгі құрылтай болады. Сол кезде осы батырдың айтқан сөзі: "Уа ағайын, қасық қанымыз қалғанша шайқасып өлеміз. Қасиетті жерімізді жатқа беріп, алтындай ұл қыздарымыздың құл болуына қарсымыз" деген. Құрметті қазақ елі, біздің сол кездегі ерлеріміздің айтып жүрген сөзі. Ал біз қазір не болып бара жатырмыз? Біз бала шағамыздың әскерге баруына қарсымыз. Біз әскердің дамуына қарсымыз. Петиция жаралаймыз, әртүрлі әскерді алып тастасын, үйтсін, бүйтсін деп. Құрметті қазақ елі, мына кісілер, мына жақта отырған барлық бейнеленген кісілер осындай қасиетті жерімізді ешкімге бермейік деп, ұлдарымыз құл, қыздарымыз күң болмасын деп, қасық қаны қалғанша соғысып сапқа тұрған әскердің қатарында болған. Құрметті қазақ елі, жаңағы петиция жариялап жүргендерге айта кетейін, сендердің петицияларың ол боққа да тұрмайды. Сөздің ашығы. Себебі қазақта әрдайым әскер болған, қазақта әрдайым әскер болады да. Ол сендерге ұнамай ма, ол өз шаруаларың. Бірақ сендерге айтайын, шетелдің ақшасына бола біздің әскерді әлсіретіп, ішімізден ірітуге тырыспай қойыңдар. Қазақта әскер болғанның міне дәлелі бізде болады, және мен әскерге бала шағаны алып кетпеу керек деген петицияға өз басым қарсымын. Себебі мен қазақпын, қазақ ешқашан әскерден қашпаған. Аман болайық ағайын.